Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып қазақ тілі пәні 6-шы сабақ. 24-ші тапсырма тақырып пен суретке қарап өлеңнің мазмұнын болжа. Сонан соң өлеңді оқы. Өлеңнің тақырыбы бүркіт. Ал суретте бүркіт пен түлкіні көріп тұрмыз, е? Демек, өлең мазмұны аң аулауға шыққан бүркіт туралы болуы керек. Ал енді өлеңді оқып көрейік. Бүркіт. Бүркіт ірі қайратты, сұлу әрі айбатты, көтеріліп тым биік, көзбен шулар аймақты. Бүрген жерін шулады, жүректі әрі қырағы. Бүркіт алғыр текті құс, ең мықтысы қыраны. Өлеңнің авторы Серікбай Оспанов. Оқыған өлеңіңнің сипаттау мәтіні екенін дәлелде. Балалар, бұл сипаттау мәтіні, себебі сипаттау мәтінінде белгілі бір заттың түрі, түсі, ерекшелігі туралы айтылады деген едіге. Ал бұл өлеңде де бүркіттің қандай екені сипатталған, оның түрі, түсі, көлемі және бүркіттің жақсы қасиеттері туралы жазылған. 25-ші тапсырма мәтінді оқып, оны жоғарыдағы мәтін түрімен салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Зат қайсысында нақты, қайсысында бейнелі суреттелген. Ал енді мәтінді оқиық. Қыран бейнесі еркіндік белгісі. Ол биік арманды білдіреді. Оның мәні әлемді өркениетке ұмтылу, жету ниеті деген сөз. Аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі. Мәтін елтану әліппесі кітабынан алынған. Ал енді балалар 25-ші жаттығудағы мәтін мен 24-ші жаттығудағы өлеңді салыстырыңдар дейді. Бұл мәтіндердің ұқсастықтары екеуі де қыран жайлы, ал айырмашылықтары мәтіннің біреуінде нақты, біреуінде бейнелі суреттелуінде. Яғни, бірінші мәтінде қыранның қандай құс екендігі айтылған болса, екінші мәтінде қыран бейнесі біздің мемлекеттік рәмізде қандай мағына беретіндігі туралы айтылған. Мәтіннің соңғы сөйлемін жаз. Яғни балалар, аяқтан шалғысы келетіндер топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі деген сөйлемді дәптерімізге көркем, қатесіз көшіріп жазамыз. Назар аудар, зат ғылыми мәтінде нақты, ал көркем мәтінде бейнелі суреттеледі. Ғылыми мәтінде заттың қайда кездесетіні, сыртқы бейнесі, яғни түрі, адамның қалай пайдаланатыны ескеріледі. 26-шы жаттығу жаңылтпашты жадқа жаз. Атам томағаламаған бүркітті мен томағаламағанда кім томағалайды? Жаңылтпаш ақ сандық, көк сандық кітабынан алынған. Томағала сөзінің мағынасын дереккөздерден біліп ал. Балалар, әуелі томаға дегеннің не екенін білейік. Томаға дегеніміз қыран құстың басына көзін бастыра кигізіп қоятын былғары қапшық. Ол жұмсақ, қалың былғарыдан тігіледі. Яғни, томағала дегеніміз, балалар, мына суретте көріп тұрғандарыңдай, қыран құстың басына көзін бастыра томаға кигізуді айтамыз. Балалар, бұл жерде бүркітті неге томағалайды деген сұрақ туындауы мүмкін, себебі бүркіт жабайы құс. Бүркітті баптап баулу үшін, оның балашаға, итке, құсқа шабуыл жасамау үшін томағалайды. Құстың томағасын аңға шыққан кезде шешіп жібереді. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.